Мәулет араб сөзі қазақша туған күн деген мағына береді. Бұл атау Алла тағаланың ең сүйікті пендесі, адамның Иса пайғамбарға дейінгі Алла тағалаға елшілерінің соңғысы әрі сардары Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келуінің құрметіне ол айға осы атау берілген. Пайғамбарымыз Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам өз ата-анамызды танып, құрметтегендей сүю ләзім. Өйткені хадис шарифте сіздердің ешқайсыларыңыз мені өз ата-анасынан, балаларынан және барлық адамдардан артық көрмейінше иман келтіре алмайсыздар деген. Ол Құрайыш тайпасынан, оның ішіндегі Бани Хашим әулетінен шыққан. Туылған жері дініміз үшін ең қасиетті де құрметті адамзаттың тұңғыш атасы Адам мен Хауа анамыз жер бетіне түскен соң ұзақ жылдардан кейін сағыныса жолығып мекендеген Аллах тағаланың нұры жауып тұратын Мекке қаласы. Әкесінің аты Абдуллах. Оның әкесі Әбдімүтәліп, оның әкесі Хашим, оның әкесі Абдулманап, анасының есімі Әмина. Пайғамбарымыз ата-анадан жалғыз, өйткені әкесі перзенті өмірге келмей тұрғанда дүние салған. Анасынан да пайғамбарымыз 6 жасында айырылған Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Исадан милади жыл санауы бойынша 571 жылдан кейін 20 сәуірде хижри санауы бойынша Рабиул әуәл айының 12-сі дүйсенбі күні дүниеге келген. Ана құрсағында 6 айлық болғанда Құдайдың досы соңғы пайғамбарға жүкті болдың, бұл бала туылғанда есімі Мұхаммед болсын деп Әминаға аян етіледі. Ол дүниеге келген таңда ғажап оқиғалар болды. Дүние нұрға толды. Әмина туғанда әйелдер әдеті бойынша толға қысу, қан кетуге ұқсас қиыншылықтарды көрмеді. Пайғамбарымыз туылғанда үстінен жұпар иісі аңқып тұрды. Келінінің нұрлы перзент көргендігін естіп атасы Әбділмүтәліп үлкен той жасады. Құрайыш руының ұлықтарын шақырды. Сүйікті немерене қандай ат қойдың дегенде Мұхаммед деп ат қойдым дейді. Олар ата-бабаларымыздың арасында мұндай есімді адам болмаған, бұл атты қоюдағы мақсатың не деп сұрайды. Сонда Әбділмүтәліп, мен немеремді аспанда хақ тағала, жерде халық көп мақтайды деп үміттенемін деп жауап береді. Мұхаммед сөзінің түбірі мақтау, ризашылық дегенді білдіреді. Осы сөзден мақтау, мадақ, Аллаға шүкір мақтаулы, ең мақтаулы деген сөздер туындайды. Сөйтіп, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам 3 аты бар: Мұхаммед, Ахмед, Махмуд және Мұстафа. Мұхаммед қыр мұрынды, сақалы, үлкен және қалың дөңгелек жүзді, қызыл шырайлы, жүзінен нұр тамып тұратын адам екен. Екі жауырынның ортасында пайғамбарлық мөрі бар еді. Мүбәрәк тістері әппақ болып жарқырап, сөйлегенде аузына нұры шашылып тұратын. Денесі тап-таза, қош иісті еді. Терлегенде де одан әдемі иіс шығып тұратын. Біреуге қол беріп амандасса, ол кісі күні бойы сол иіске бөленіп, көңілі хош жүретін. Мүбәрәк қолымен бір сәбидің басын сипаса, ол сәби басқа сәбилерден хош иісімен ерекшеленіп шыға келетін. Пайғамбарымыз өте сезімтал, алыстағыны еститін, көреген еді. Жүргенде жеңіл адымдап тез-тез жүретін, сырттан қарағанда жай жүріп бара жатқан секілді көрінетін, бірақ жанындағылар қанша тез жүрсе де ілесе алмай қалып қоятын. Бос сөз сөйлемейтін, әрбір сөзі хикмет және насихат еді. Жылы жүзді тәтті сөзі болатын. Ешкімге жаман сөйлемейтін, ешкімге жамандық жасамайтын, ешкімнің сөзін бөлмейтін. Жұмсақ мінезді, өте кішіпейіл еді. Айбатты және байсалды еді. Қатты күлмей тек жымиятын. Жұртқа көзінің қиығымен ғана қарайтын. Сахабаларды алдына жіберіп, өзі соңында жүретін. Кім-кімге де бірінші болып сәлем беретін. Туған туыстарын құрмет тұтатын. Үй ішімен, сахабалармен жақсы қарым-қатынаста болатын. Қызметшілерін жақсы көретін. Өзі не ішсе, не кисе, оларға да соны ішкізіп, соны кидіретін.
өте жомарт, қолы ашық, мейірімді, жұмсақ мінезді, уәдесіне берік еді. Қорыта айтқанда жаратылысы да, мінезі де әдемі, адамдардың ең кәмілі, теңдессіз еді. Мұсылман жұртында жыл сайын ай күнтізбесі бойынша 12 Рабиул әуелда Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм пайғамбардың туылған күні ресми түрде тойланады. Енді бұл дәстүр қайдан шыққан деген мәселеге келейік. Мысырда пайғамбарымыздың мәуліті жазылып, көпшілікке оқылуы әдетке айнала бастаған кезде тарихшылар Мысырдағы фатимидтер билеп тұрған тұс дейді. Сол кезеңде мәуліт ресми мейрам етілді, алайда халық арасына бірден кең көлемде таралмады. Сунниттік бұлақтар бойынша мәулітті мейрам етіп ұйымдастырған Музаффар ад-Дин әл-Аюбидің қолдауымен мәуліт алғаш рет жалпылама жоғары Месопотамиядағы Ирбиль қаласында аталып өтті. Бұл мейрам 16-17 ғасырларда Осман империясының мейрамы болып бекітілген. Мейрамның пайда болуы сунниттік ғалымдардың арасында көптеген ихтилафаттар туғызды. Алайда бұл мейрамды ижма бағидат хасана деп бекітті. Сол дәуірдегі суфизмнің дамығандығынан және имамдардың сопы шейхтарының белсенділігінің арқасында бұл мейрамды ижма бағидат хасана деп бекітті. Солай бұл мереке кең өріс алды. Марокко тарихшысы Әл-Ифрани былай деп жазды: жұрт жайғасқаннан соң ислам ғұламасы алға шығады да пайғамбардың ізгі сипаттары жайлы әңгімелейді. Оның туғанынан бастап өмірінің соңына дейін басынан кешкен жайттерін саралап шығады. Осындай уағыздар мен онда баяндалатын кейбір оқиғалар желісі Маулидияна дастандарының шығуына себеп болды. Алайда пайғамбарға жыр арнау дәстүрі оның көзі тірі кезінде де болған. Мысалы, ақын Кааб бин Зухайр оған «Банат Суат» деген поэмасын арнаған. Осы ақынға еліктеп көптеген шайырлар да пайғамбарға өз жырларын бағыштаған. Мәуліттің тойлануына ислам ғұламалары жоғары баға берген. Имам Науауи жыл сайын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәссәләм туылған күніне сәйкес келетін осы күндерде істелетін садақалар, амру маруф және адамдар бойынан көрінетін көркем мінезділік пен қуанышты істер осы заманымыздың ең жақсы жаңалығы деген. Мұсылмандар бір істі жақсы деп санаса, ол іс Алланың алдында да жақсы. Себебі хадис шарифте мұсылмандар жақсы көрген іс Алла тағала алдында да жақсы болады делінген. Жүнәйд Бағди кімде-кім пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәссәләм мәулітіне қатысып оны ұлықтаса, ол шынында да иманды деген. Бұл айда атап өткізудегі негізгі мақсат Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм пайғамбарымыздың іс-әрекеттерін насихаттау, салауаттар айту, жастарға имандылық қағидаттарын түсіндіру, оларды отансүйгіштікке, бауырмалдыққа, адамгершілікке, ата-ананы құрметтеуге және түрлі теріс қылықтардан сақтануға шақыру. Алла тағала барша ниеттеріміз бен тілектерімізді қабыл етсін. Әмин.